Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 33-ші сабақ кітап асыл қазына тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма біліміңді қолдан. Өзің оқып жүрген кітаптан немесе әдебиеттік оқу пәнінен таныс бір мәтіннің оқиғасын, кейіпкерлерін жұмбақтап сұра. Орманда қасқырлардың арасында өскен бала. Ол адамдармен емес, аңдармен бірге өмір сүрген. Тілдерін түсініп, орманның заңдарын игерген. Оның тарихы әлемге танымал, бірақ ол адам болып туып, жануарлармен бірге өскен ерекше тұлға. Бұл кім? Әрине балалар, бұл сұрақтың жауабы Маугли. Мауглиді білмейтін бала жоқ шығар деп ойлаймын. Болмаса балалар, біз өткен сабақта өткен алтын сақа ертегісіндегі кемпірдің, яғни жалмауыз кемпірдің суреттесек болады екен, Мысалы, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын деген кейіпкер кім деп жұмбақтасаңыздар болады. Әрине бұл жалмауыз кемпір. Екінші тапсырма. Өз үйіңдегі кітапханада қандай кітаптар бар? Мысалы, автордың қолтаңбасы бар. Ол туралы не білесің? Біздің үйде көптеген жазушылардың шығармалары бар. Яғни менің атам көп кітап оқығанды жақсы көреді. Мен де атама еліктеп өсіп келе жатырмын. Біздің үйде Фариза Оңғарсынова апамыздың қолтаңбасымен берілген кітаптар бар. 2000 жылы автор бір қонақта өзінің өлеңдер жинағын атама қолтаңбасын қойып сыйға тартқан екен. Атам үшін бұл өте бағалы сыйлық. Себебі ол жерде автордың қолтаңбасы қойылған. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы дүниеге келіп, 2014 жылы өкінішке орай дүниеден озған. Фариза Оңғарсынова қазақтың көрнекті ақыны, қоғам қайраткері, аудармашы және Қазақстанның мәдени өміріндегі маңызды тұлға. Олжас Сүлейменов, ақын, 1936 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Олжас Сүлейменов шығармаларын орыс тілінде жазады. Оның көптеген өлеңі қазақ тіліне аударылған. Ақынның Қыш кітап, Арғымақтар, Атамекен, тағы да басқа кітаптары бар. Түсініп оқы, ертегі. Есіңде ме, беймазана, менің тұңғыш ертегім. Ұят болдау, сол бір жылы көзге қалып тентегің. Десе керек, мектеп саған жөндеп үйрет мықтыны. Сен бір кітап алып келдің, сол есіңнен шықты ма? Содан кейін мені бағып, 3-4 сағат тырп етпей, бірдеңені тіккен болып, қойның ұзап бір кетпей. Дос балалар тау ішінде жүрді ол кезде демалып, сенің ұлың ертегі оқып, отырды үйде қамалып. Аттай 3 күн күзеттің ау, қайыспаның болаттай, секен деген жас қыздарды қойдың жақын жолатпай. Күлкі сортақ құрбыларын тезіп ұтып аңғалың, оқи берді батырларға ескі кетіп таң қалып. Жер тарпыған тай бурылда, қыран қанат пырақта, еліктіріп алып кетті мен алысқа жыраққа. Содан қайтып оралмадым, оралғам жоқ әлі де, 3-4 сағат селт етпедім, неге керек обалым. Содан кейін адып тұрып, атып шығып далаға, ойнап кеттім, тойлап кеттім, бала деген балада. Батыр болып шыға келдім, мененде көп жау қашты, ағаш қылып қолыма алып, көрші ауламен шайқастым. Шіңкіл деген даусыммен ұрандадым 100 дүркін, әзілдерге тиіспедім, әлсіздерге тиіспедім, аман қалды қыз 40. Ал сен болсаң қажып, шаршап, жүрдің үйде жабыға. Мен ойыннан келе сала, тағы оқыдым тағы да. Түсіменіп майдан даңқ сүлк қара сәйгүлік, армандадым, қиялдадым, жетемін деп қай күні. Содан тағы ерте тұрып, тағы оқуға кірістім, ақырында оқы демей, оқыма деп ұрыстың.
болжа. Анасы неліктен баласына кітапты оқыма дейді. Жаман бала жайынды оқып бітпедің не мынау, тауға барып ауа жұтсаң, қайтер еді жаным-ау. Көп оқыған жоқпын апа, бар болғаны бірақ бет. Тағы біраз оқиыншы, рұқсат па, рақмет. Апа жайлы әдемі жыр екен, бітіп қалсын да. Дегенімде жыламсырап шықса керек даусымда. Сөйтіп жүріп бір жыл өтті, жырсыз қалай шыдармын. Көрпе астында бұғып жатып оқитынды шығардым. Ол бір ғажап кез еді ғой ғажайып. Жылаушы едің, көздің майы кетеді деп азайып. Ұрысушы еді соқыр болып қаласың деп ашынып. Қайран ана, кітаптан сол көзің қайта ашылды. Авторы Олжас Сүлейменов, аударған Қадыр Мырзали. Балалар, бұл шығармадағы күзге қалу дегеніміз үлгерімінің нашарлығына байланысты келесі сыныпқа көшіру үшін күзде қайта емтихан тапсыру. Ал беймаза дегеніміз мазасыз, тынышсыз деген мағынаны береді. Үшінші тапсырма: бала өз басынан өткен қандай оқиғаны есіне алды? Әңгімелеп бер. Бала өз басынан өткен оқиғаны есіне алған кезде, ол алғаш рет ертегі оқып, қиялына шомылған сәттерін еске алады. Ол батыр болып шығып, көрші аулада ағаш қылышпен шайқасып, өзімен бірге жүрген епсіздерден қыз-қырқындарды аман алып қалғанын сипаттайды. Ойын мен қиялдаудың әсерінен бала өзінің батырлығын сезініп, әрдайым ертегілер мен кітаптарға еліктейді. Оған тек қана шынайы өмір емес, сондай-ақ қиялдағы әлем де үлкен әсер етеді. Төртінші тапсырма: оқыған кітаптары оны қандай жақсы қасиеттерге баулыды? Балалар, оқыған кітаптары балаға батырлық, ержүректілік және шыңдау қабілеттерін дамытуға көмектесті. Ертегілер мен батырлар туралы кітаптар оны шынайы өмірде де батыл болуға, қиыншылықтарға қарсы тұруға үйретті. Оқу барысында бала өзін батыр сезініп, еліктеу арқылы үлкен мақсатына жетуге тырысты. Сонымен қатар, кітаптар балаға еңбек пен сабырлықты үйретті. Пікіріңді айт. Бесінші тапсырма: анасының баласына қатал болғаны дұрыс па? Анасының баласына қатал болуы әрдайым дұрыс емес. Егер бала бұрыс жолға түссе, бұл кезде әрине қатаңдықты қосу керек. Осы кезде қатаңдық тәрбие үшін қажет болуы мүмкін. Бірақ тек қорқытып, сезімін ескермей қатаң болу зиянды. Сыйластықпен және түсіндіру арқылы тәрбие беру пайдалы. Баланы түсініп, мейірімділікпен тәрбиелеу өте маңызды. Алтыншы тапсырма: кітапты оқып, жыр тыңдауға құмар бала туралы оқығаныңды есіне түсір. Балалар, алтыншы тапсырмаға жауап беретін болсақ, кітап оқып, жыр тыңдап, әжесінің әңгімелерін тыңдауға құмар бала, ол Абай Құнанбаев болатын. Сөйлесейік. Жетінші тапсырма: кітапханаңда қандай кітаптар болғанын қалайсың? Менің кітапханамда әртүрлі кітаптар болса деймін. Мысалы, қызықты әңгімелер мен ертегілер, ғылым және табиғат туралы кітаптар, тарих пен өнер жайлы кітаптар, сондай-ақ жаңа технологиялар мен ой өрісін кеңейтетін білім кітаптары да қызықты болар еді. Әр кітаптан әртүрлі жаңа нәрселер үйренуге болады. Сегізінші тапсырма: қорытындыла. Кесте бойынша сұрақтарға жауап бер. Биыл неше кітап оқыдың? Биыл 5 ертегі кітап оқыдым. Оны қайдан алдың? Оқыған кітаптарымды мектептегі кітапханадан алдым. Сыныпта кім кітапты көп оқиды? Біздің сыныпта Ажар кітапты көп оқиды. Көп оқыған көп біледі деген рас па? Неліктен? Иә, бұл сөз рас. Оқу арқылы адам жаңа ақпарат алады. Кітаптар ой өрісті кеңейтеді және сыни ойлауға үйретеді. Басқа адамдардың тәжірибесін білуге мүмкіндік береді. Балалар, біз сіздерге үлгі ретінде осы кестені толтырдық. Сіздер өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Олай болса, үй жұмысы:
Өзің оқып жүрген кітапты жарнамалауға, кітаптың қызық жерінен сыныпта үзінді оқуға дайындал. Үй жұмысы. Достарым, мен сендерге өзім оқыған ертегі кітабын жарнамалағым келеді. Ертегінің аты «Аңыздар еліндегі шытырман оқиғалар» деп аталады. Бұл кітапта қызықты кейіпкерлер мен таңғажайып әлемдер бар. Әр ертегі көңілді, әрі ойландырады. Достық пен батылдық туралы үйретеді. Оқырман оны оқыған сайын жаңа шытырман оқиғаларға кіріп кетеді. Сондықтан бұл кітап барлық балаларға көңіл көтеру мен білім үшін керемет сый болады. Оқып танысуларыңызға кеңес беремін.